Barchangizga xayrli kun do'stlar. Mening kanalıma hoş geldingizler. Bugun sizlarning uy жағдайында tandir samsa жасап жейтін bolamыз. Tandir samsa жегілеріңіз келіп жүрсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қара кесек етімізді осылай кубиктап турап шығасыздар. Етті турау міндетті. Сол кезде самсаларыңыз сочный болып шығатын болады. Етімізді турап болғаннан кейін құйрық майымызды да дәл солай кубиктап турап шығамыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязды да дәл солай майдалап турап шығасыздар. Пиязды көбірек қоса беріңіздер. Сол кезде самсаларыңыз сулы, сочный болып шығады. Енді турап алған етіміздің үстіне пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Сосын қара бұршын қосамыз. Және де кішкене шашликке арналған приправа қосып жіберсеңіздер де дәмді болып шығады. Или болмаса зира қоссаңыздар да болады. Ол жағы енді өз еркілеріңізде. Дәмдеуштерімізді салып болғаннан кейін фаршымызды езбей жай ғана араластырып аламыз. Егер сіздер езіп тастасаңыздар, пиязымыздың суы ағып кететін болады. Енді қамырымызды жаямыз. Менде дайын слоеный тесто. Осылай үлкендеу етіп жайып аламыз. Енді үлкен қасықпен 2 қасық фаршымыздан салып түйеміз. Осылай айналдыра отырып самсамызды түйіп аламыз. Осылай түйіп алғаннан кейін төңкеріп қоя бересіздер. Тағы да бір көрсете кетейін. Қамырымызды осылай жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін фаршымызды салып, айналдыра отырып, тандыр самсамызды түйіп дайындаймыз. Дәл осылай басқа самсаларымыздың барлығын түйіп дайындап аламыз. Айтпақшы, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп алыңыздар. Және де қолдау ретінде лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай барлық самсаларымды түйіп дайындап алдым. Менде 21 штук самса шықты. Енді ыдысымызға бір жұмыртқамызды алып, сарысын бөлек, ағын бөлек бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысын араластырып дайындап қоямыз. Бұны қазір самсаның бетіне жағамыз. Енді жұмыртқаның ағына самсамызды батырып, ыдысымызға қоямыз. Осылай тандыр самсаларымызды жұмыртқаның ағына батырып, ыдысымызға қойып шығамыз.
Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Tandır samsamızды әдемілеу үшін үстіне мактан сеуіп шықтым. Енді 250 градуста қызып тұрған духовкамызға астыңғы бөлігіне tandır самсамызды салып пісіріп аламыз. 15 минутқа, одан кейін 15 минут өткеннен кейін үстіңгі бөлігіне қойып пісіріп аласыздар. Міне біздің үй жағдайында жасаған tandır самсамыз пісіп шықты. Өте дәмді және де қытырлап сочный болып шығады. Осы рецептімен бір рет болсын жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.